Саламатсыздарма? Бүгін сіздермен маш көже дайындаймыз. Өзбек халқының машһурда тағамы. Тағамға қажет заттар видеода көрсетілген. Пиязды ұсақтап тұрып аламыз. Сәбіз картопты қызанақты 4 бөлшекке тураймыз. Қазанға май қойып, пияз немесе фаршты қуырып аламыз. Piyazımız ben parçamız жақсы қуырып болған соң, сәбіз қызара қосып дағы қуырып аламыз. Барлығын орташа отта жақсылап қуырып алып, мөлшеріне қарай су құйып қайнатамыз. Суды өз қазаныңыз мөлшеріне қарай құясыз. Мен өзіме керек суды құйып алдым. Суымызды қойып, отымызды баяу отқа қойып қайнатамыз. Су қайнағанда дәміне қарай тұз, дәмдеушілер қосамыз. Мен дәміне қарай роллтың дәмдеушін қостым. Дәмдеушілерімізді қосып қайнатып алып, картопты қосамыз. Картоп пісіп қалғанда машты жақсылап жуып қосамыз. Газды орташа отқа қойып, маш пісуге жақын қалғанда күрішті жуып саламыз. 20 минутта қайнатып, маш көжемізді дайындап аламыз. Тағамымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын.